сол жақ қыры болды. Жатқан тамырлар қандай? Мына жерде қолқаның өрлеме бөлігі, иә? Мына жақта төмендеме бөлігі. Жанында оның не жатыр? Не жатыр? Қуысты вена жатыр, мына жағында өкпе артериясы. Төртеуі құрайды осы тамыр будасы. Сол себептен тамыр будасы деп аталған, иә? Так, енді конфигурациясын табамыз жүректің. Конфигурациясы дегеніміз оң жақтан, сол жақтан анықталуы тиіс бар қабырға аралықпен. Екінші қабырға аралықта оң жақта 3-те 4-те анықтауымыз керек. 2 мен 3-те тауып қойдық. 4-те тауып қойдық, иә? Енді 3-те тапсақ, оң жағы белгілі болады конфигурациясы. Бұған орта сызығынан бастап, 3-ші қабырға аралықпен төске қарай перкуссия жасаймыз. Орташа күшпен перкуссия. Өйткені бұл шала түйек шекаралар болып кетеді. Өзгерген жерде белгілейміз. Міне осының арасын қоссақ, оң жағы белгілі болады. Сол жақта 2-ші қабырға аралық, 3-ші қабырға аралық, 4-ші қабырға аралық, 5-ші қабырға аралықта табуымыз керек. 2-де белгілі, тамыр будасын таптық, 5-те белгілі, сол жақ шала түйек шекараны тапқанбыз, енді 3 пен 4-те табамыз. Бұған орта сызығынан бастап, мұнда да төске қарайды. Қараңыздар, менің тек білезік буыным қозғалып жатыр. Шала түйек дыбыс. Анық өкпе дыбысынан шала түйек дыбысқа өткен жерде белгілейміз. 4-ші қабырға аралықта. Қайта тыңдаңыз. Тұйықтау дыбыс уже белгілейміз. Сонда бұл шекарамыз мынандай болды. Мына жері жүректің белі деп айтылады. Егер де сол жақ жүрекше гипертрофияланса, 3-ші қабырға аралықта анықтаған жеріміз сыртта болады да, белі не істейді? Жуандайды, белі мықыны жуандайды. Митральдық конфигурация дейтініміз сол тұғын. Осылай жүректің шекараларын тауып, біз конфигурациясын анықтап алдық. Әркімнің жүрегі өзінің жұдырығындай деп айтылған. Енді сантиметр лента бар еді, ана жерде әпер жіберіңіздер. Енді не істейміз? Енді өлшейміз. Тамыр будасының енін өлшейміз, жүректің енін өлшейміз, және ұзындығын өлшейміз. Жүректің ұзындығын өлшеу үшін біз шала түйек шекараны тапқандағы мына сызықтан көлденең сызық жүргіземіз. Сонда атриобазальдық бұрыш анықталады. Осы бұрыштан сол жақ шала түйек шекараны тапқандағы ең шеткі жатқан нүкте ғой сол жақта. Сол екеуінің арасын өлшейміз. Сантиметрді дұрыс қою керек. Біреулеріңіз надан бастап қойып жібересіздер, бірден бастайсыздар мына жерде, ары қарай сол қояқ қояйық. 15 сантиметр. Сәйкес қой нормаға. 13-15 сантиметр болу керек ол. Енді тамыр будасын өлшейік. 5-6 сантиметр аралығында болады дегеніміз, мінекей қалыпты. Және әркімдікі өзінің төсінің қырынан шықпайды. Енді жүректің ені, бұл тамыр будасы. Жүректің енін өлшеген кезде алдыңғы ортаңғы сызық бар ғой? Алдыңғы ортаңғы сызық. Оң жақтан сонымен мынаның арасын өлшейміз. Мынаны белгілеп қояйын кәсіптерге. Түсінікті болу үшін. Және ұзындығын өлшедік былайынан, Ені өлшегенде, жүректің ені өлшегенде, оң жақтан осы ортаңғы сызыққа дейін өлшейсіздер, және сол жақтан осы сызыққа дейін строго горизонтальды өлшенеді. Мына аралықты өлшейсіздер. А то бұлай көрсетіп атады студенттер. Надан бүйтіп алады да, бүйтіп өлшей салады. Дұрыс емес, қиғаш болмау керек ол, екеуін жеке өлшейсіздер. Мінекей 4 сантиметр болып тұр, 4-5 сантиметр болып қалып жағдайда, және 8 сантиметр болып тұр.
қосқанда қанша? 11-13 аралығында болады. 8-ге 4 қосыңыздар 12 болып тұр, 11-13 аралығында болады. 7-9, 4-5. Қосқанда сондай шығуы. Мына нормаға сәйкес. Жүрегінің ұзындығы ені, тамыр будасының ені. Жүрек перкуссиясына қатысты осы. Сұрақ бар ма? Mesela dediniz ya böyle çizgiyi şey yaptığın zaman burada şey yapıyorsun ya. Саусақпен ұрмайды біріншіден, ортаңды Evet, falan. özür dilerim. Bu çizgiyi nasıl şey yapacağız? Yani bu çizikten burasını böyle tutacağız. Yani hani Мына ортадағы сызық бар ғой. Мына бар ғой. Мынау қай жеріне қойылады дейді. қай жерде тұру керек? Мынақа кетіп қалады ма? Бұғана орта сызығының өзімен. Мынау бұғана. Бұғананың ортасы мына жермен, иә. Сызық түсу керек. Міне емістіктің үстімен мамилярис линия деп айтылады, иә. Осылай кетеді. Анатомиядан сіздерді сызықты білесіздер. Міне осы сызықтың үстімен ортаңғы саусағымыз қалай тұр, иә? Бір түс ба? Осының үстімен жасалады. Екінші қабырға аралықтан кем дегенде сол жерден бастауымыз керек. Міне екінші қабырға. Өкпеде ұрастарда алас деді, иә? Қараңыздар, только сызықтың үстінде келе жатыр. Мен бүйтіп кетіп бара жатқан жоқпын қиып, иә? Немесе былай қарай. Сызық строго сақталу керек. Жарайды, сіздер үшін мен сызық қойдым. Ортаңғы фалангаға. Ұрастарда аластар. Бұл жерде күші жақсы болу керек. Өкпенің үстіндегі, иә? Жай перкуссия қай жерде дедіңіз? Жай перкуссия шынайы шекарада ғана. Шала тех шекарада орташа перкуссия. Шынайы тех шекарада жай перкуссия. Тамыр будасында өте жай. Міне 3 түрлі перкуссия. Қатты Күшті перкуссияны тек өкпеде қолданылады. Жүректе пальпаторлық. Значит, әрбір соққыда, қазірден сразу үйреніп тұрмын. Әрбір соққыда кідіртесіз. Екі рет ұрасыз, бірақ арасы кідіруі тиіс. Саусағымыз қалдырып тұрмын, иә? Ал өкпеге ұрғанда қалай ұрдырмайды? Екеуін бірінің артынан бірін ұрастарда аласыздар. Жүректе олай емес. Мұны пальпаторлық перкуссия. Тағы бар ма сұрақ? Сол жағын анықтау қиын екен. Сол жағын анықтау қиын. Тамыр будасында, тырнақ пластинкасының түбіне деп айтады. Пластинкасының түбіне. Екінші қабырға аралықта тамыр будасын анықтау үшін ғана қолданылады. Бұл жерде де пальпаторлық перкуссия, бірақ өте жай перкуссия. Тек осы жерде ғана осы перкуссия қолданылады. Болды ма? Болса, қазір дайындалуға уақыт сіздерге 12 болды.